Сәлеметсіздер ме? Мен Жамбыл атындағы орта мектебінің 6-шы сынып оқушысы Қазизола Шырайлым сияқтысы. Менің бүгінгі қойған жобамның тақырыбы жақсылық жасар жүрекке жылу сыйлау. Жобамның мақсаты қоғамда мейірімділікке, қайырымдылық пен мәдениетін қалыптастыру, адамдарды жақсылық жасауға ынталандыру және мұқтаж жандарға көмек көрсету. Жобаның міндеттері: мұқтаж жандарға көмек көрсету, азық-түлік тарату арқылы жастарға қайырымдылыққа баулу, мейірімділік пен жанашырлықты насихаттау. Жоба аясында аз қамтылған отбасыларға азық-түлік таратылды. Өзгеге су ұсынсаң, өзіңе бал ұсынды, басқаға зор тілесең, басыңнан бақ ұшырды, алдыңнан шығарадың жасаған нәрсіңді, бұлжымас бұл өмірдің бумеранг заңысынды. Жақсы адамдармен табысайықшы, жақсы амалдармен қауышайықшы. Жақсылық тілесе егер, өзіңе мінезге келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Жақсылық тілесе егер, өзіңе мінезге келер, жақсылық жасап жарысайықшы. Өзгеге гүл сыйласаң, өз бағың жайқалады, өзгеге мұң сыйласаң, күлкіңді тойтарады, өмірде өзгермейтін заң бары байқалады, бумеранг өмір бәрін өзіңе қайтарады. Жақсы адамдармен табыс. Жақсылық адамға қуаныш әкеледі. Біз 6-шы А сынып оқушылары достарымызға көмектесіп, үлкен кісіге жол беріп, мұқтаж жандарға қошын береміз. Кішкентай жақсы әрекетте үлкен сыйлық сыйлайды. Жақсылық жасап Тілесеге, өзіңе мінезге, жақсылық жасап жарысайықшы. Жамбыл атындағы орта мектебінің 10-шы А сынып оқушыларының атынан жақсылық жасап жарысайық атты акциясына өз үлесімізді қосамыз. Жобаның маңызы адамдар арасындағы сенімді арттырады, бірлік пен мейірімділікті күшейтеді, қоғамға оң әсер етеді. Нәтижесі: мұқтаж жандарға нақты көмек көрсетілді, адамдардың алғысы алынды, жақсылық жасауға деген ынта артты. Бүгін мен сіздерге жай ғана бейнеролик көрсеткен жоқпын. Мен жүректен шыққан жылуды, шынайы мейірімділікті жеткізіп келді. Жақсылық жасап, жүрекке жылу сыйла. Бұл сөз ғана емес, бұл өмірлік ұстаным. Бұл адам болмысының бейнесі. Мен түсірген видеода жағдайы төмен отбасыларға азық-түлік тарату арқылы бір ғана шындықты көрсеткім келді. Кейде бір үзім нан, бір отбасының үміті, ал бір ауыз жылусыз, бір жүректің тілегі бола алады. Сол сәттерде мен адамдардың өздерін үмітін көрдім, алғысқа толы жандарды көрдім. Және ең бастысы, жақсылықтың ешқашан елеусіз қалмайтынын түсіндім. Жақсылық жасау үшін бай болу міндет емес, жақсылық жасау үшін тек жүрек керек. Жанашыр жүрек, түсіне білетін жүрек, сезіне білетін жүрек. Егер әрқайсымыз бір адамға көмектесетін болсақ, біз бір ғана тағдырды емес, бір әлемді өзгерте аламыз. Бұл жоба аяқталған жұмыс емес, бұл бастамасы ғана. Мейірімділікке бастайтын жолдың алғашқы қадамы. Сондықтан сіздерді бей-жай қалмауға шақырамын. Жақсылық
маңыздысы. Менің мақсатым жағдайы төмен отбасыларға қолдау көрсетіп қана қоймай, қоғамдағы жанашырлық пен қамқорлықтың қаншалықты маңызды екенін көрсету болды. Бұл бейнероликті түсіру барысында мен бір шындықты терең түсіндім. Кейбір адамдар үшін қарапайым ғана бір қап азық-түлік үлкен көмек, ал жылы сөз бен шынайы көңіл сарқылмас күш пен үміт сыйлайды. Қиындықта өмір сүріп жатқан жандарға көрсетілген әрбір көмек олардың жүрегіне жылу ұялатып, ертеңге деген сенімін арттырады. Жақсылық жасау міндет емес, ол жүректің таңдауы. Біз кейде өзіміз байқамайтын қарапайым әрекеттер арқылы біреудің өміріне жарық сыйлай аламыз. Осы жоба арқылы мен жақсылық ұғымының қаншалықты кең әрі маңызды екенін көрсеткім келді. Назарларыңызға рахмет.